Қайырлы күн, көрермендер. Бүгін мен сіздерді Ақтау бекінісі тарихымен таныстырып өтемін. Ақтау бекінісі Қазақстанның Қарағанды облысы аймақтық киелі нысандарының бірі болып табылады. Ақтау бекінісі Жаңаарқадан 80 шақырым жерде Манақа өзенінің сол жағасында Ақтау тауына қарай жазық жерде орналасқан. 1832 жылы салынған бекіністің орны, шашылған үйіндісі, айнала қазылған орлары, шегінделген құдығы негізінде жасалған. Бұл бекіністе 500-де қазақ ұстаған. Ресей үкіметі Ұлытаудан Ақмола, Аягөзге дейін қазақ жеріне өктемдік жүргізбек болған. Бұл қорған 19 ғасырдың 70 жылдарына дейін тұрған сияқты. Бекініс патша ағзамның қазақ даласының жүргізген озбырлық саясатына орай салынған болатын. 1837 жылы 15 сәуірдегі патшаның бірінші жарлығында Ақтау бекінісінің комендантына атқаратын міндеттері туралы айтылса, 1837 жылдың 10 қарашадағы патшаның екінші жарлығындағы бекіністегі шіркеу қызметкерлеріне бекітілген шығындар туралы айтылды. Ал Сібір географиялық қоғамның тарихи және археологиялық бөлімінің меңгерушісі генерал-лейтенант Катанаевтың архив құжатында былай деп көрсетілген. Ақтау дуаны 4 бұрышты жобада салынған. Тереңдігі қалыптағыдай ор қазылып, топырақ үйілген. Дуанның ортасына және шет жағындағы тастан казармалар салынған. Казактардың солдат, офицерлердің үйі саз балшықтан салынған. Құйылған кірпіштен қаланған. Қазақтардың аттарынан алған ат қоралары бар. Бекініс ішіндегі казармалар, офицерлер үйі, асхана, ат қоралар бітпей қалған. Дуанның қызметі Ақмола округін қырғыздардың бұзақылығынан қорғау, Қызылжардан Ташкент Бұхараға баратын және ол жақтан келетін керуендерді қорғау. 1840 жылдың 21 тамызында Қарқаралының приказной заседателі Шушерин мен жүзбасы Ребров Сібір корпусының басшысы Горчаковқа жазған мәлімдемесінде 24 мамыр 1840 жыл Шушерин және Ақтаудағы жүзбасы Ребровтың әскері Кенесары Қасымовтың оған қоса Саржан, Ержан, Құдайменді балаларының көтерілісін басуға жіберілген деген бұйрық алды. Жүзбасы Кудрявцев, Харунжи Бутаков басқарған әскер тәртіп бұзушылардың Сарысу бойымен төмен кеткенін білді. Содан Шуға өтетін ауылдарды тонап, мол олжа жеңіспен оралды. 1837-47 жылдардағы көтеріліс кезінде Кенесары хан сарбаздары бекіністі 2 рет шапқан. Бекініс ішіндегі казармалар, офицерлер үйі, асхана, ат қоралар бітпей қалған. Кене әскері құлан өтпестен түгіскенге жылжыды. Ендігі ойы Ақмоладан кейінгі үлкен бекініс Ақтау дуанын алу еді. Сонымен хан ордасын түгіскенге тікті. Кенесары хан 1838 жылы Ақтау бекінісін қоршап алады. Осы алу кезіндегі Кенесарының қасында болған Ағыбай, Жанайдар, Байтелі, Наурызбай, Танаш, Тілеміс пен Мәнші батырлары Ақтау бекінісін алу үшін ерліктерін көрсеткен. Алсай руынан Иса батыр Кенесарының туын ұстаған. Ақтау дуаны мен түгіскеннің арасы атпен суыт жүргенде ары ақ қонып, арен жететін жер. Кенесары құлан өтпестен түгіскенге қарай ойсонда гәп бар еді. Ақтау дуанындағы патша әскерлерін сезіктендірмей, алыстан барлап тұтқиылдан басып алу еді түпкі ойы. Бекіністің қазылған оры әлде түйе бойы терең. Қорған ішінде тұрғын үйлердің сілемі айқын байқалады. Күйдірген кірпіш сынықтары әлі жатыр. Қорғанның 4 бұрышында зембірек қоятын, қарауыл қарайтын орындар жер табаннан биік топырақ үйіндісінен жасалыпты. Қамалға кіретін қақпа орны терістік жағында. Патша осы жерге көп әскер, жұмыскерлер әкеліп,
дуан салдыратын жердің орнын қаздырып, топырағын үйдірсе керек. Құрылыс жұмысына жергілікті шеберлер де пайдаланыпты. Қырғыз Шөкей ұста осы дуанды салысқан. Кенесары бірінші кезекте Ақмоламен екі араға күн сайын поштабай жіберіп тұрады. Кенесарының Ақтау мен Ақмола арасындағы байланысты үзбей дуанды ала алмайтынына көзі жетеді де батырлармен кеңес құрады. Түнде Кенесары сарбаздары Ақмолаға қатынайтын жүйрік Көгала биені ұрлап сойып тастайды. Ақтау мен Ақмола арасында байланыс үзіледі. Қылшалы өзек пен дуанның арасы қалың ши. Кенесары сарбаздары осы шиді пайдаланып келіп, одан әрі қарай әрқайсы бір-бір арқа тас қылып буылған тобылғыны томалатып ілгері жылжи берген. Орыстардың атқан оғы бұдан өте алмапты. Бекініске қарай жебенің басына от қойып атқылайды. Бекініс ішінен өрт шығып, қамал қақпасы да өртенеді. Осы сәтте Кенесары сарбаздары бекініске лап беріп басып алады. Кенесарының түп мақсаты бұл бекіністі алу ғана емес. Осы жақтағы елден сарбаз жинап, мал жинап, Алатау қырғыздарын аттану. Ақтау бекінісінің қирандыларынан музей қорына табылған заттармен таныстырайын. Ақтау бекінісіне Ресей империясының әртүрлі номиналды әр жылғы монеталар, солдат формасының түймелер, оқ, бытыралар, гильза, сандықтың құлыбы және тілі, сақина және осы бекінісі қаланған қабырғаның кірпіші. Назарларыңызға рахмет.